I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Сұлтан, аяулы жарым боласың ба, Диана? Танымал Қосылайық жобасының жұлдызы, әнші Сұлтан Нұрбеков сүйіктісі Диана Скатоваға үйленуге ұсыныс жасады. Бұл қуанышты жаңалықты алғаш болып Сұлтанның үш қарындасы TikTok әлеуметтік желісінде жариялады. Айта кетерлігі, Диананың туған күніне орай өткен отбасылық жиын және тәтті шәй ерекше жылылықпен думанды көңіл күйде өткен болатын. Бүгін Диана Скатова бұл ақпаратты ресми түрде растады. Ол өзінің Instagram парақшасында Сұлтанмен түскен суреттерін бөлісіп, бақытты сәттермен жанкүйерлерін қуантты. Желі қолданушылары жас жұбайларға құттықтау тілектерін жаудырып, үйлесімді жұп, бақытты болыңдар деген жылы лебіздерін білдіріп жатыр. Желі қолданушылар мен бүкіл Қосылайық ұжымы жарыса жазды. Мама, мынау енді күтпеген жағдай болды. Ұйықтасам түсіме кірмеген. Шок болып отырмын, мамаға бақытты болыңыздаршы деп жазды Зухра ханым. Міне жаңалық. Бақытты болыңдар деп жазды Альмира ханым Instagram парақшасында. Жаңалық болды мынау. Интеллигентті екі адам бас қосып жатыр. Қандай күшті. Фотоларыңызға қарап, өзім мәз болып отырмын. Бақытты болыңыздар. Сұлтан Диана өте қуаныштымын. Біз Алладан да сұрадық осы екі жан қосылса екен деп. Қандай керемет Сұлтан жігіттердің бірі бірегей ғой. Қол ұстасқан қолдарыңыз ажырамай бақыттың базарында болыңыз. Күшті бір өзіміздің сіңіліміз ұзатқалы жатқандай күшті сезімде отырмыз. Мә, Диана күшті. Жаман қуанып тұрмын ғой. Екеуіңе екеуің басқа ешкім жараспайды, шыны ше. Маған қызық сұрақ боп тұр. Кейде ұрсысып қалатын едіңдер ғой. Сол уақытта да осы Сұлтан бет. Мәссаған айттық қой Сұлтан деп бақытты болыңыздар. Қандай күшті бүгінгі күнің ең керемет жаңалығы. Сіздер үшін қуаныштымын деп жарыса жазды көрермендер. Сұлтан мен Дианаға отбасылық бақыт пен баянды махаббат тілейміз.